Баршаңызға қайырлы күн. Тюльпан самсаның рецебімен бөлісетін боламын. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз, біріншілерін көру үшін. Иленге ұнымызға шым-шым тұз қосатын боламыз. Разготитель қосатын боламыз, араластырып алатын боламыз. Бөлме температурасындағы 82% сармайымызды салатын боламыз. Жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Крошка қып істеп алатын боламыз. Қолымызбен үкеп, сонда крошка болады. Қаймағымызды салып, қамыр қып ирейтін боламыз. Астына құрамын жазып қойдым, сол бойынша пайдаланыңыздар. Қатты уақытты да алмайды, жасау жолы да өте оңай. Кемі 3 сағатқа морозильникке сап қойдым. Оға дейін тартылған етімізді, пиязымызды майдалап тұрып, тұзымызды, қарабұшымызды себетін боламыз. Шаншқын көмегімен езіп алатын боламыз. Тестамызды 3 сағаттан кейін алдым. Оқтау сияқты қып жайып, екіге бөліп алатын боламыз. Теңдей барлығын 40 граммнан бөліп алдым. Дәл осылай қылып, кішкентай оқтауымызбен жайып алатын боламыз. Бір шетінен пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Пашымызды салатын боламыз. Мен көз мөлшермен өлшедім. Домалатып, астыңғы жағын ашылып кетпейтіндей қып жауатын боламыз. Қамырымызды жайып алатын боламыз. Бір шетін кесіп, пашымызды салып, айналдырып түйетін боламыз. Ашылып кетпейтіндей қылып. Үйлеріңізге қонақтар келсе жасап берсеңіздер, дастарханыңыздың сәнін ашып тұрады. Табамызға орналастырып, жұмыртқамызды жарып, бетіне жағатын болатын боламыз. Көрініп тұрған жерлердің барлық жеріне тегізіп шығатын боламыз. Үйлеріңізде күнжет болса, аға болса да, қарасы болса да жақсаңыздар болады. Өте әдемі көрінеді. 180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Осылай жасап, морозильникке салып қойсаңыздар да болады. Тосынан қонақ келіп қалса, бетіне жұмыртқасын жағып, осылай ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіз.